саламатсыздар ма? Құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Шынымды айтсам, жұмыс деген көп, жұмыс деген бастан асып жатыр. Сіздерге бір жаңа тақырып түсіргенге, жаңа тақырып жазғанға, былайша айтқанда, сіңбіруге мұрша жоқ болып жатыр. Айтпақшы, жұмысым бастан асып жатыр, сіңбіруге мұршам жоқ. В общем, завалена работай дегенді ағылшынша қалай айтамыз? I'm in work up to my eyeballs. Eyeball деген көздің алмасы. Яғни көзіме дейін жұмысқа батып кеттім дегенді білдіреді ойда. I'm in work up to my eyeballs. Немесе I'm knee deep in work. Knee deep in work. Тіземе дейін жұмысқа батып тұрмын деген сөз. I'm knee deep in work. Жаңағы бұл екі идиоманы, бұл екі тұрақты сөз тіркесі ағылшын тіліндегі. Тек қана жұмыспен ғана айтпаймыз, басқа нәрсе асып жатқан, например, қарызға батып тұр, енді ондайдан Құдай сақтасын да. Жалпы, мысалы, клиенттері көп, ол бизнесін ашып еді, клиенттері көп болды дегенде, мысалы үшін, she opened her business, now she's up to her eyeballs in clients. Клиенттері қаптап кетті, бизнесі жүріп жатыр, шарықтап тұр дегенді білдіреді. Естеріңізге сақтаңыздар, екі пайдалы идиома бүгінгі сабаққа. Бірақ менің бүгін сіздерге айтайын дегенім басқа нәрсе. Жаңағы жұмыс қаптап жатқандықтан мен сіздерге бүгін ақыл кеңес берейін деп отырмын. Мына дамытуды, сөйлеуді қалай дамытамыз. Алдында мен айтқанмын сіздерге телефонның тілін ағылшын тіліне ауыстырып тастаңыз деп. Мен өзім түрік тілін солай үйрендім. Түрік тілін үйренгендегі көп көмектескен методтың бірі телефонның қолдану тілін түрікшеге аударып тастау. Екінші, әрқайсымыздың бір хоббиіміз бар, жақсы көретін. Біреу тамақ істегенді жақсы көреді, біреу мейкап, жаңағы бетті сүрлегенді, бояғанды жақсы көреді, біреу қолдан бір қандай да бір затты жасаған жақсы көреді. Соның бәрін ағылшынша көріңіз. Яғни, мысал үшін, smoky eyes немесе easy makeup, кез келген мейкап деп YouTube'ге іздейтін жолға жазсаңыз, ағылшын тілінде түсіндіретін өте көп видео шығады. Соның ең бірінші қысқасын таңдап алыңыз. Соны қараңыз, сонда неше түрлі ол сөздердің бәрі бір-біріне ұқсас қой, жаңағы бояуды жағу, оны қалай растушевывание, значит, blending over, немесе кремді анандай даббинг деп айтады, мынандай бүйтіп езіп жақпай, бүйтіп пропечатывание ма, орысша қалай бүйтіп былай жағу, соны даббинг деп айтады деген сияқты. Сол іс-қимылдардың бәрі бір-біріне ұқсас. Қайта-қайта көре берсеңіз, сіз уже оған дағдыланып үйреніп кетесіз. Немесе do it yourself деген бар, DIY, do it yourself, өзің қолдан жасап ал деген сөз. Өте көп полезный видеолар бар сондай. Мысал үшін, New Year Toys DIY деп жазсаңыз, жаңа жылда қолдан жасалатын ойыншықтардың несі шығады. Ағылшынша түсіндіреді, соны тыңдап, ең кішкентай жаңағы 3 минуттық, 5 минуттықтан бастаңыз, соны тыңдап, қараңыз. Екі жағынан да бұл пайдалы болады. Ағылшын тіліңізді дамытасыз, есту қабілетіңізді дамытасыз, және өзіңіздің қызығушылығыңыз болса, шынымен де жақсы бір сувенир немесе ойыншық жасап алуыңыз мүмкін. Тағы не істеуге болады? Бәріміз магазинге барамыз, список жазамыз. Сол списокта ағылшынша жазыңыз. Мысалы үшін 2 килограмм рис алу керек, күріш алу керек, 2 kilos of rice, 5 килограмм картошка алу керек, 5 kilos of potatoes. Тағы да не? 2 packs of washing powder. 2 пакет кір жуатын порошок алу керек деген сияқты солай жазыңыз, Келесі, бәріміздің де шаруаларымыз бар, жоспарлаймыз қандай да бір іс-әрекетімізді, соны жазыңыз. Например, субботада не істеуім керекпін? Үй жинау керек, clean up the house, кір жуу керек, need to do laundry, сүйікті фильмімді көру керек, watch my favorite movie. Өзіңіз солай жағдай жасап, практиковать етіп жүріңіз. Тағыдан не істеуге болады? Cooking videos. Бәріміз білеміз жұмыртқаны қалай пісіру керек екен суға. Бірақ та сіз соны ағылшынша жазыңыз. How to boil eggs. Сонда ағылшынша видео шығады. Соның ішіндегі сөздер сізге бәрі таныс, сіз түсініп тұрасыз. Өте оңай тыңдауды, сөйлеу қабілетіңізді дамыту үшін. Тағыда не істеуге болады?
record the voice and how can you check it. Тағы да бір әдіс, тағы да кез келген қысқа видеоны тауып аламыз YouTube'дан. Одан кейін сол диктордың артынан қайталаңыз. Түсінбесеңіз түсінбей қойыңыз, бірақ қайталай беріңіз. Ол видео қысқа болсын, ол видео жеңіл болу үшін. Оны қалай іздейміз? Easy videos for beginners деп жазыңыз, немесе videos for beginners деп жазсаңыз, немесе for children деп жазуға болады. For kids, for children деп жазсаңыз, кішкентай видеолар шығады. Соны тыңдаңыз да артынан қайталаңыз. Қайталап отырғаныңызды телефонға жазып алыңыз. Сосын телефонға жазғаннан кейін өзіңізді қайтадан тыңдайсыз. YouTube'да айтқан адамға қаншалықты ұқсайды? Қай сөзді дұрыс айтпай қойдыңыз? Қай сөзіңіз жақсы күшті удачный болып шықты? Осылай дамытуға болады. Бұйырса, менің жақын арада жұмысым бітеді, қолым босайды. Мен сіздерге жаңа тақырыптарды түсіндіруді ары қарай жалғастырамын. Сонымен бүгінге қысқаша ақпарат осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.